Бала кезден апаталардың үйінде болғанда түнде ысқырма, түнде тырнақ алма, түнде терезеге қарауға болмайды, столда ыдыстарды қалдырма деген ырымдарды көп еститінбіз. Мен бүгін тексерем, бұның барлығы шын ба, әлде жай ғана шығарып алған өсектер ме? Майшаммен жалғыз өзің қараңғыда отырсаң, жанына жындар үйірмелеп келеді дейді. Бай! Ей, біреу келді наққа, жүге, бисмилла. Сендім. Мен 4 ежелгі қорқынышты ырымдарды жинап алдым. Қазір мен түнгі 3-те жалғыз өзім сол ырымдарды тексеретін болам. Достар, және де мына логотип видео барысында 3 рет шығады. Видеоны сол үшін айналдырмай көр. Соны тауып комментарияға жазсам, біз екеуміз видеозвонокпен сөйлесетін боламыз. Комментарияға жазасың, инстаграмды қалдырасың, болды, мен саған хабарға шығамын. Сөйтіп сен видеоға да түсе аласың. Сендермен бірге мен Жақсылық Бақытжан, ал біз бастаймыз. Ал достар, бірінші ырым түнде ысқырма дейді. Неге? Өйткені ысқырсан жындар үйірмелеп үйіне кіріп алады дейді. Сол ысқырған жаққа келеді дейді. Байқасаңдар, қараңдар, мен терезелерді ашып қойдым. Жындар әзірше кіре алады. Мен қазір ысқырып, оларды шақыратын болам. Мурашкалар жүріп жатыр. 3 рет ысқырайық, соң күтейік, көрейік не. Аллахи айтайын, ана жақтан бір дауыс шықты даладан. Тура терезенің артынан. Кеттік, ал ысқырайық та шақырайық қазір. Ема қорқып жатырмын. Сықырдым ал. Кіз көреміз не болатын. Ал, үйде бірдеңке бола ма көреміз. Сықырып шақыра берейін несі үшін. Түкте болып отқан жоқ. Барлығы тыныш. Мен мына есікті ашық қалдырып кеткенмін. Достар, мен көп ойландым. Шайтанмен келісім туралы көп естіген болармын. Шайтан деген атты айтуға болмайды деген де ырым бар. Астағфирулла. Сол ырымды тексерем деп шештім. Бірақ мен оны жай тексермеймін. Мен оны келісім шартқа отырып, контрактқа отырып, өз жанымды сатам. Сол видео көргілерің келсе, мен арнамда 1 миллион подписчик жинайсыңдар. Мен 1 миллион подписчикке жеткен соң сол видеоны шығарам. Шайтанды шақырып, астағфирулла. Оны мен контрактқа отырам, келісім шарт кәдімгідей қолымды қойып, қаныммен келісім шартқа отырып көреміз не болатынын. Мен одан өз қалағанымды сұраймын, ал оған жанымды берем. Сол видеоны көргілерің келсе, арнаға тіркеліңдер. Мен арнамды бүкіл жерге салыңдар. 1 миллион подписчикке жеткен соң, достар, біз сол видеоны шығарамыз. Бисмиллах. Бисмиллах. Кім бар? Ашық тұр мына шкаф. Шкаф ашық тұр. Бір дауыс шыққан сияқты болды ғой, жарты. Аузубиллахи минашшайтанирраджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузубиллахи минашшайтанирраджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузубиллахи минашшайтанирраджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Все көреміз қазір не болатын. Ничего қорқпаймыз. Жын шайтан деген базовый минимум бізде. Кстати, мен же жаңа TikTok аккаунт аштым. Скриншоты міне, и описаниеда тұрады. Тіркеліңдер. Бала кезімде анам айтатын: балам, түнде тырнақ алма, бәле жиналады дейді. Ал тырнақ алсаң не болады? Сол үшін бүгін қазір біз түнде тырнақ алуды тексереміз. Түнгі 3 болып жатыр қазір, достар. Мен ырымдарды түнгі 3-те тексерем. Қараңдар, түнгі 3-те даже міне свечка жағып қойдым. Ал, кеттік. Как раз тырнақ алмағам. Сендер бір ырым білсеңдер қорқынышты.
соны комментарийға жаздым. Мен сендердің комменттеріңді оқимын, барлығын. Жақсыларын лайк басам, жақсыларына. Чо за бәле жиналады тырна қалса түнде. Еще ысқырайын ба? Жана ысқырып едім, ана жақтан дауыстар шықты да, менің шкафым кішкене ашық болды. Ондай затқа үйреніп кеткенбіз, жарайды. Бисмилля деп қуып жібердік оны. Сендерге естілмеген шығар, бірақ мен мынаны тарсылдатып отқанда холодильник тарсылдадым менде. Жарайды. Бұны достар қайталаушы болмаңдар. Бұның барлығы эксперимент үшін жасалып жатыр. Мен ырымдарды эксперимент үшін чисто не болады екен деген барлығына қызықты шығар. Мен өзіме де қызықты. Сол үшін түнде тексерем осыларды. Отыр жаңаша негізі. Қырықтан ше. Валлахи айтайын аяқтан дауыс шықты. Валлахи айтайын. Сенбеңдер, өздерің біліңдер. Валлахи айтайын дауыс шықты аяқтан. Бірінші біреу сыбырлаған сияқты дауыс естідім. Содан кейін мен бит қалғанда дом деген дауыс шықты аяқтан. Астағфирулла. Жындардың күші келмейді маған конкретно, мен иманым мықтырақ. Мен еще мынаны ашық қалдырып қойған ғой, олар кіре беру үшін. Өзім шақырып жатырмын да, әдейі. Қайталаушы болмаңдар достар. Біз 3-ші ырымға кеттік. Түнде майшаммен жалғыз өзің қараңғыда отырма дейді. Артта бірнеке болатса қазір. Но светте жүрген соң ол көріне ма білмеймін, бірақ тексеріп көріңдер. Видеоны қарап отырыңдар. Және де логотип туралы да ұмытып кетпеңдер. Светте жүрміз. Жалғыз ғана майшаммен отырма дейді. Не үшін? Білмеймін. Может, мен қазір сол жағымда жын қарап тұрған шығар сендерге. Кім біледі? Адамдар оны көре алмайды ғой. Майшаммен жалғыз өзің қараңғыда отырсаң, жанына жындар үйірмелеп келеді дейді. Мүмкін ол қараңғыда бір жарық қана, бір майшамның жарығы тұрған үшін олар соған жүгіретін шығар. Менде қазір денемде тітіркену пайда болды. Қатты тітіркеніп жатырмын. Мынау қаттырақ жан кетті. Мүмкін қазір мен қолымды ұстап тұрған шығар бір жын. Мұнда біреу бар ма? Шкаф шықырлы. Мұнда біреу бар ма? Қазір тексереміз. Мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар ма? Аңғырадар, мен отражениемді көріп түсіндір ме? Ебать! Ей, біреу келді нақай, жүги. Бисмилля. Біреу келді нақай. Бисмилля. Тез жан, бисмилля. Шеше. Бля. Біреу. Тұрғын ақташ. Бисмилля. Біреу келді. Валлахи айтайын, біреу келді. Наңғырана мурашкан. Өтіреп тұрған біреу келді ше, мен естім нақтан біреу. Шыққыр еді нақтан басқан сияқты дауыс шықты ше найды. Мен реакциямды көрген шығарсыңдар. Тоқтат жүрім. Сендім. Сендім. Аллаху ла иляха илля хуал хайюл хайюм ла тахзух синатун ва ла навм. Түсірмеймін ғой деймін достарым.
көрсе деп оқып алдым. Не болып қалды деген әңгіме ма? Ішіме кір кетпеген шығар әнші. Ішіме кір кетпеген шығар. Достар, 4-ші ырым қалып бізде есікті түнде ашық қалдырма деген. Оны мен келесі видеода шығарам деп шештім. Өйткені мына соңғы ырымды тексерген соң, ырымдарды вообще легенда, миф деп айтушы еді. Бірақ соңғы ырымнан кейін как будто үйде жалғыз емес сияқтымын.